Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен түрі де дәмі де ерекше болып шығатын өзбекский қанының рецептімен бөлісетін боламын. Сіздің жанұяңызға ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құйып қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, тындырып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Алдымен пияздарымызды ұсақтап турап аламыз. Картоптарымызды үккіштен өткізіп аламыз. Бұл екеуін бірден араластырмаймыз, себебі пиязымыздың суы шығып, картоптарымыз қарайып кетуі мүмкін. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, аздап ұн сеуіп, қамырымызды жұқалап жайып алатын боламыз. Жайып алған қамырларымызды барлығын төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Барлық қамырларымызды жайып кесіп алатын боламыз. Содан кейін ғана салмамызды араластырамыз. Картофеліміз бен пиязымызды салып, тұзы мен бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамызды қамырымыздың тек бір шетіне ғана салып шығатын боламыз. Салмамыздың барлығын салып шыққаннан кейін қамырымызды осылай етіп, екінші бетін төңкеріп, үстінен басып шығамыз. Барлығын солай етіп жасап аламыз. Мантаваркамыздың ішін майлап алып, қанымдарымызды бір-бірлеп салып шығамыз. Әрбір салып шыққан қанымдарымыздың үстін сұйық маймен, осылай щетканың көмегімен майлап шығамыз. Бір-біріне жабыспаш үшін осылай жасаймыз. Барлығын осылай етіп жасап алғаннан кейін мантаваркаде 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Соусымыз жасайтын боламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, томатный пастамызды саламыз да, оның үстіне бір ас қасық секерімізді саламыз және 30 грамм сары май салып, 2 стакан су құйып, отта қоюланғанша ұстаймыз. Біздің соусымыз дайын болды. Енді ыдысымызды аламыз да, ішіне осылай соусымызды құйып жағып шығамыз да, оның үстіне қанымдарымызды бір-бірлеп саламыз. Біздің қанымдарымыз мінекей бір-біріне жабыспай осылай шығады. Қанымдарды салып, оның үстіне тағы да соустарымызды жағып, осылай қайталаймыз. Барлығын осылай етіп жасап аламыз. Барлығын осылай етіп жасап алғаннан кейін қақпағын жауып 2 сағатқа соусы сіңгенше қойып қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін алып ыдысымызға барлығын салып шығамыз. Бұл тағамымыздың үстіне пияз бен укроптарды ұсақтап турап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.